Assalamu alaikum, урматтуу ыр сүйгөн биздин ардактуу аталар, апалар, байгелер, эжелер. Жалпыңыздар бүгүнкү булбул үндү куш тілді. Кыргыздын кичинекей, томпойгон кичинекей кызы мына бүгүн өзүнүн элинин алдында алгачкы шоу кесер концертин эл алдында келе тырдагыматтуу концерттин чакырыгын кабыл алып, өзүңүздөрдүн бир жакшынакай батаңыздарды берели деп билетин алып келип бергениңиздерге сиздерден Кудай таалам ыраазы болсун. Бар болуңуздар. Кош келипсиздер демекчибиз. Акмарал кичинекей болсо дагы Акмарал жөнүндө айта турган болсок өтө эле сөз көп. Анткени Акмарал кичинекей кезинен баштап колуна комузду алып, комуздун боорун тырмап, ошо менен өзүнүн мукамдуу үнүн, жакшынакай жүрөктөн чыккан, жүрөктүн кылдарын кылдыратып тербеткен жакшы кайрыктар менен, мукамдуу добуш менен желтеле биздин областка эмес, албетте республикасынын 7 дубагына чейин жетип, ошол жактарда дагы Эркинбек кызы Акмарал деген ысымды жалпы Кыргыздын жумурай журту таанып билетсек жаңылышпасак керек. Эми биздин Акмарал карындашыбыз буга чейин бир топ кароо сынактардан Түркияда өткөн, Москвада өткөн, Казакстанда өткөн, райондук, шаардык, облустук, республикалык жеңүүчүлөрдүн алдыңкы катарын алып келген кызыбыз. Ошол Акмарал кызыбыз жөнүндө бир кичинекей кыска метраждуу видео слайд даярдадык элек. Жалпыңыздардын назарыңыздарды ошол видео слайдка көңүл бурмакчыбыз. Буга чейин Акмарал биздин мен өзүм окутуп баштагандан баштап көптөгөн долбоорлорго катышты. Мына жакындакыдан баштасак, Димаш Кудайбергенов Казакстанда өткөн балалык ырларына барып, мына ошол жерден бир көрүүчүлөрдүн сыймыгына татып, көрүүчүлөрдү суктантырып, ошол өзү автор өзү ошол Димаштын ырларын ырдады да, аябай ушундай бир үнүнө баа берди да. Анан ал жерден ушу сүймөнчүлүктүү деген бир жакшы номинацияны алып келди. Сүймөнчүлүк чырчы деген номинацияны алып. Ага чейин биздин Казакстанда өттү дагы, Кыргызстанда өттү, Турцияга барып келди. Аманбы менин нарыным, аламга жайган тамырын. Эсенби менин нарыным, элине чачкан жарыгын. Акмарал карындашың ырдаса, биздей болгон агасың ыр менен кошот салымын. Ушул Акмарал өмүрүндөгү жараткандан сурарым, бузбасаң экен агымын. Акмаралдай кызыңдын айланайын нарыным, көтөрө берсин кадырын. Жакшынакай карындаш Жан шабырдап тил безеп жайната берсин жарыгын. Эмиң алдыңарга келгенден айтайын кептин аныгын. Силердей болгон жандарга эми себеленсин жаңырым. Акмарал деген карындаш, ак ширкиндин бир шумдук, андай жандар табылбас. Бул миңдин бирине берген бул өнөр, ар бир элең инсанга мындай добуш кабылбас. Ошондуктан агайын, бүгүн Акмаралдың айталың айтып ырдап кайталы. Акмарал ырдап жатканда ак таңдайдан бал чыгат, ак маңдайдан таң чыгат. Шаң салып ырдап бергенде кең нарынга шаң чыгат. Тим эле сонун үнү бар, тилинен шекер бал чыгат. Өзү коо сүйлөгөн тилинен безеп чаң чыгат.
Өзүңөрдөй инсандар ушундай болгон жакшыны гана сүрөгүлөчү камчылап. Буйрусаң акмарал кийин созгондоң, акмарал добуш кошкондо, ааламдын эли дүрбөшүп абыдан чиркин жан чыгат. Силерге бүгүн айтайын, ой мен негедир сүрдөп жатамын эки бутум калтырап. Силерге мен даңырдап жаткан кезде эки көзүм жалтырап. Девырдап жатсам агайын, алаканчап сүрөбөй кантип олтурасыңар жанчыдап. Эми бүгүн Акмарал деген кызыңар маңдайда терин арчынат. Буйрусаң алакандай нарынды, Акмарал ааламдын элине чыгып таанытат. Буйруса жакшы шаң чыгат, ушундай болгон сулууну агайын көтөрүп алгын жалпылап. Эми бул Акмарал деген кызыңа, алыштан чыккан узуңа, кечекиң азыркың элген актаңдай, алыстатым актаңдай болбосо жеримден чыккан акмаңдай, жеңишпек уста тактаңдай. Акмарал деген карындаш агадан ырдап келди де, жакшынакай тилекти жайнатып ырдап берди де. Ошондуктан туугандар бүгүн ырдайын деп келгенбиз, Акмаралды куттуктап сыйлайын деп келгенбиз, жакшы жамагыр айтып жыргайын деп келгенбиз. Буйруса буулук байырдап береле, биз да буудан болчуң эрденбиз, атактуу нарын жерденбиз, айтылуу кыргыз эрденбиз. Айланайын агайын, андан асылын сөздүн табайын. Эми биз узартып созгон демине, Акмарал деген кызыбыз андан таңшысын ырдап элине. Бүгүн керемет ырдан созогой келтирип ырдап элге. Айланайын агайын, андан алдыңарга бүгүн бир мен чакырайын Маралды. Айланайын Акмарал, алдыма келчи каралды. Эмиң өзүңдөй болгон жандарга өзгөчө кепти табамбы? Бул кенедей болгон сулуу кыз, керилген Марал сулуубуз. Карачы жаш болсо дагы баш болуп, кайраты катуу таш болуп, калың элден момундай баркалып жаткан кезеге, жакшынакай элинен даң калып жаткан кезеге, бизди болсо сүрөбөй тааныда жакшы сиз эле. Эмиң айланайын Акмарал, сага бир тилек айтайын. Бүгүн жакшынакай ырдап бер деп тамашалап ырдайын, уят кылбай агаңды. Эми жакшынакай ыр менен жайнатып ырым саламбы? Кашыма келдиң канакей, кагылайын каралды. Бул керемет кызыңар агайың келечек үчүн жаралды. Ошондуктан туугандар, Акмарал деген кызыңдын ырын угуп жүрөбүз, даңырдаганын билебиз. Ой Акмарал деген кызыңар күүлөнүп көпкө жетиптир. Күжүрмөн экен карындаш, бул күүчү болуп кетиптир. Бүгүн жакшы күүсүн ойнобой андан бөлөк нетиптир. Кагылайын Акмарал, кана комузуңдуң ала койда, коом косонун чала кой. Шаң салып бергин элиңе жакшы бүгүн жана кой. Канакей бүгүн Акмарал, кашымда турган Акмарал, комузуңду колго алып жакшы күүңдү тактап ал. Кана жайнатып черткен комузду Акмарал. Анда күү чалып бергин элиңе,
Жакшына кайыр менен жайнатып ырдат темине, ак комуз алып ак марал ханаңабыдан чапчың элире. Çirisi çürük büyük çıkar dolmuştu. Uratalı çaldırtan sangam yoludan barkan. Uşul solun gülürdü ayıptan canlardan yola. Oy oy gelme dumayım, oy yolundan tunayım. Oy oy gelme dumayım, oy yolundan tunayım. Doktor oldum mutluyum çektim koşulayım. Doktor oldum mutluyum çektim koşulayım.
чугамыз жүрген жерді қой чугамызды Деңжерсіне жүріп әңгей чыңғыр болмышты Мұраталы жалтартқан сынған дұлы қамбартқан Ұшыл соның гүлерді айлыққан жандардан жалған Ойға келбе туайын, ойыныңа тұнайын. Ойға келбе туайын, ойыныңа тұнайын. Тоғылдың отойын жеттік қой чуғайын Тоғылдың отойын жеттік қой чуғайын Аққуланып тапқандай, дария жылып аққандай. Аққуланып тапқандай, дария жылып аққандай. Елестеткен бір тұрып жаштар бірге басқандай Елестеткен бір тұрып жаштар бірге басқандай Тоғылдың отойын жеттік қой чуғайын Тоғылдың отойын жеттік қой чуғайын Елестеткен бір тұрып жаштар бірге басқандай Елестеткен бір тұрып жаштар бірге басқандай Алтындай бала кезің есіңде бе? Алғашқы ару тілек сезімдегі артылат құсалығым естеп алып ажайып ал күндерің ажайып ал күндерің келбесе ме алтындай бала кезің ұмытта қалбас ешбір жан қызым ай есіңде бе Алтындай балалығым есімде ми? Қарылар қобыр ашқан кечіндегі артына қосалығым естеп алып ажайып ал күндерім ажайып ал күндерім келбесе ме алтындай бала кезім ұмытта қалбас ешбір апа кеп ай кезінде ме Ордалған бала кезің есіңде бе? Учурда удырып отқан сезімдерді өйділіп қалған кезде қарап алып өзіме ұқсаштырам қызым сені ордалған бала кезің ұмытта қалбас ешбір жан қызым ай есіңде бе Аял кеч балалығым есімде ми? Қарылар қобыр ашқан кечіндегі өйділіп қалған кезде қарап алып апаке ал күндерім апаке ал күндерім келбесе ме Ордалған бала кезім ұмытта қалбас ешбір апа кеп ай келбесе ме Öldürdü beni narka Gölөгümsün Özüme Kuday bergen Öbөгümsün Ögünü göte görme Bu yaşodun Can kızım canda yardım
жайнаганы кызыл гүл көрсөм жаштыкмын Sargaygansın gözündögü bak, geri çalgansın çaştıktagı çak, özgörülmey tura bermesen, ömür çirkin, yaşo çirkin, ay ötüp baradan. Ökünüşsüz şıptır yaşayman, ömürümdü ırgarınayman, bir oqtagı şair zamanda, jap-jaş boydon, bala boydon, ay kelek yaşagan. Kıyarsa da kızım kırlarım, emekten gelen kırlarım, şankıldağı şairım benim, el altında, kırşalında gele tırdağım, şankıldağı şairım benim, el altında, kırşalında
көркөмүң сүйгүм манаттан эң мейлелге жарашкан кыргызым сүйүп алпештей кылымды сенсиң жараткан долон 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 Ey kolçalar.
азамат жатчы. Айланайын, болот, жатсаң болой, тұрып албай алды. Жатпайсыңар бем. Қарачы. 10-дан 55 минут өтіп кеткен тұра. Жатқылы, жатқылы. Егер сілер тиімді құп жат берсеңер, мен сілерге ертең сонын жомақ айтып берем, Жылдыз жат. Айланайын. Жатқылычы. Сілерге ертең компот берем, печенье берем. Жатқылы, қара жандар, жата қойғылы. Сілердей балдар жоқ та дүйнеде, ит жандар. Азыр мен бияқты бат еле тазалап. Сен не қылып жүрсің? Жақта кішінеке балдар жатқыра басам, далдай қалып, ал жақта чұрқап жүрсің. Кішіне сен үшін жатып қалмайсың, Нұрчик. Ағай, вообще өзің келмейді. Дайымылы мен іспенім болғын кезде, ағай ұйқым келбейді ат, сіздің жаныңыз толып тұрайыншы деп ойлам. Нұрчик, кеше өкімен берген ырлар жаттадың ба, Жаттам ай, не айт берейін бе? Жаттадың ба? Өзі жаттап ба? Қана айтшы анда. Точно, Мен қырғызмын, сатылбаған сатпаған, мен қырғызмын, бабан арқын сақтаған, ел жұртыма жазасам деп чоң еңбек, ар күн сайын чоң қазатқа аттанам. Қырғыз деген кім өзі? Айбатыр қуырч ташты жарат мен өзі. Жүрегінде жалындаған оты бар, қырғыз әне чағылғандың бір өзі. Татаған кепей, кет жер құшақтайын, жанымды. Алады, сен мықтысың, сенің ақылың тұнық, сен ес тұтымың, сен бұддеркеңсің. Сен қуғыз, ертеңді бір сон нұрларды беріп, ошолар жаттайсың, чоң залға алып шығам, ошон ба нұрдайсың. Мен қырғызмын, мен орысмын, бүт ба нұрдайсың. Жақшы. Ағай, үрдіғо жаттарын жаттал. Қачан Құран жаттатасың? Не? Құран қачан жаттатасың? Нұрчик, мұндай да. Мақұл. Ертең мен өзім білген Фатиха, Иқлас, Фалақ, Нас деген сүрелер бар. Ошоны бір-бірден берем. Жаттайсың, болды, Болды. Жақсы. Теге қалған ағай ежелер қақ кеткен? Қалған бай кежелер бе? Теге асыл еже бар емес бе? Ошон ұлы баласы бар еле ғой баяғы. Айбек дегенші. Ошон үйлен, ошон тойына кетішпеді бе? Үйлен отау. Үйлен. Анан мені таштап қойшты. Мен қалдым сілер беді баяғыдайлар. Ағай, тойға барған сон мұш керек, Тойға барған несі жақсы. Келсең, мұнда жаңы башталғанда той жақшы болшы. Азыр жөнелі ысырап. Жанақы жаштарың ата-енесін қиынап, кредит алдырып той береді. Анан төлей албай қиналышады. Баяғы бірінші, екінші тамақ, ет, ысырап, екінші тамақты етті желет, наны тіштелген мындар, қалғандар помойкаға, мусорға кетеді. Маға жақпайды шығылса. Ағай, бәтші? Кейін чоң ойғанда қандай айта берім білесің бе? Қандай айта бересің? Айт берейін бе? Айтшы ғана. Қотсағай. Балдар үйіне келем. Балдар үйіне келесің. Білтеген қылып дастурхан жайды. Чоң қылып тасмал жаяуыз. Ал жаққа бардық балдарды отырғызам. Бардық от, мен де отырам, Ойнатауын балдарды. Ойнатасың. Белек берем. Белек бересің. Балдар бізге қау тілектерін айтшады. Ырдап берішеді. Ырдап берешеді. Ең қызығы? Мен де ырдап берем. Сен де ырдап берем. Не ырдап бересің? Білесің бе? Жаңағы, немеші, мен қырғызсың. Аны да ырдап, қана ырдатшы, ырдатшы. Мен қырғызмын, көкірегім қайнағым, мекенімді даңазалап мақтанам. Мен қырғызмын, иық тұтып асырап, мекенімді қарегімдей сақтаған. Мекенімді қарегімдей сақтаған. Жақшы, ошонда елдің бары қол чабады, дүркірет чабады. Ал уақытта болса, мен болса, қандай десем, сақалым өскен, дишим сарғайған, белім бүкірейген ауышқа олымдағы анан төрді отырып алып, анан сілерге моң тол алақан жайып бата қылам. Мен, ошон Нұрчиктің қармашқан қолы бекен болсын. Алған жарыменен bir жастықта чача қарып көгерсін. Жылаянбай балалы болсын дейм. Анан Нұрчикті біз кичинекей кезінен білеміз. Мен жұмышқа жаңы келген кезде қыштың қыран шілтесінде Нұрчикті қалып айтпасам түнгі саат 1:30-дарда ештің алдына таштап кетішкен. Ешке шықсам ешкім жоқ.
Карасам эле кар жай берип үстүнөн балпактап көрүнбөй калган экен. Ыңаалаган үнүн угуп калып ичке алып кирсем, моторайган кыз элет бала болчу. Ошондон бери Нурчикти бактык. О, эмнени кан? Нурчик. Не болду? Не болду, Нурчик? Не, мен туура эмес сүйлөп алдымбы? Эмне элеп атасың? Не? Бирдеме? Не? Мен кыйналып айтчы, эмне болду? Бир жериң ооруп атабы, айтчы. Агай, мен ошондон сизди биз отурган ордукка отургузамбыз. Анткени мен атаман, апама көрбөгөн жакшылыкты сизде көрдүм. Болду, Нурчик. Болду, ыйлаба. Болду. Болду эми, сен элек баласың. Сен ыйлабайсың да, сен чоңсуң. Сен деген кыйын баласың да. Ооба, мен сенин атаңмын, үйдөгү жеңең апаң. Баарыңар менин баламсыңар. Болду эми, ыйлаба. Неме, конфет жейсиңби? Телевизор көрөсүңбү? Телевизор? Телевизор? Көрөм. Анда мындай кыл, сен ыйлаба. Менин бөлмөмө барсаң, бурмак телевизор көрүп атам. Өкүң тынч отуруп телевизор. Ура! Бакырба. Эх, балдар. Кече эле кичинекей кыз эле эле. Мына бүгүн чоңоюшту. Эртең чырпыгыбыз чынар болот. Мен бияк тазалап алып барбасам тиги болду. Окуй. 12 ойын. Бартам азыр. Бартам. Ким болуп кет? Ой, балдарды ойготот, баратам. Не кылсам? Барсам. Жок. Азыр алып кетет. Эми эне да жаштык кылып байкабай таштап алгандыр. Жок, азыр алып кетет. Мен чыкпай турайын. Кечиресиз, мен байкабай кылыптырмын. Жаңылыштык кылдым, азыр шайтан. Бартам. Ыйлаба, болду. Азыр мына. Не кылсам экен? Урматтуу абонент, сиздин каражатыңыз жетишсиз. Агай! Дары таштап кетиштиби? Hiç günahsız kulundayım. Sen için özümde avudayım. Kursağın aç, gün salgın üşüptürsün. Kucakla ben seni cılıtayım. Bana kayıp, üşüdün mü, dondun mu? Ama gene sen de kapa oldun mu? İçine bakkan erekektir. Sırtına bakmaya koydum. Cılımım, günden tamam, aydan tamam. Doyulsam, sütten tamam, ayran tamam. Artık aybın baharım dersem dağı. Amanday, cılımlık aydan tamam. Oldu mu? İlaç, İlaç, oldu. Sıradan Bana kayıp, ben seni taptım esen. Baykuşum kursağın açtı beken.
Бооруга атакен кыспай коюп, боюңа кубатың качты бекен. Арнаган баласын таштандыга апамдын жүрөгү ташпы бекен. Кантейин бөбөгүм, кай күнөө үчүн мында жаттың экен. Мыйламачы. Жакшылар жашоодо атсан дагы, жаш чыгат көзүңдү ачсаң дагы, алтыны мыйламачы, сен ыйласаң айрылып кетчүдөй асмандагы. Öksürdük, böbөгүм тола албадык. Бөлүндүк, уяга кона албадык. Сахара чөлүндөй жамгыр күткөн саргайдык, бээримге тола албадык. Оорутпай диштеген күчүктөрүн, Кудай, итчелик да биз бола албадык. Мээримди боорукер жаратканым, мээрим бер апалардын сезимине, мээрим бер аталардын сезимине. Апакең жаткырса таштандыга, мен сени жаткырайын бешигиңе. Мен сени жаткырайын, мен сени жаткырайын бешигиңе. Ушул жака мына ушундай кызды кезимде апам таштап кеткен. Жок, апам эмес, атам таштап кеткен. Жок, атам эмес, тагдыр таштап кеткен. Тагдыр мени мына ушундай таштоо жерге аркандап койгон. Эмне бир жолу кайда сурасам, балдар кыйын жерде өтүп деп койду. Бирок мен кантип кыйын болом, кантип? Апам жок, атам жок, кантип кыйын болом? Атакебай, мен сенин каныңдан чыккан баламмын. Көзүмдөн учат караны. Атакебай, мен сени тирүүлөө жеттик баламмын. Bağlı güldün ördögün, bazı üçün ölgönün, büyük düşü ölgen balacım bir gündü dağı görgönmün. Asrap balak bakan hayvanın biri görmödüm. Çıldızday cangal balandı. Ata, apa, dün kızcan nege görmödüm. Жараткан, чоңдорубузга иман бер, аталарыбызга, апаларыбызга иман бер. Балдар ташталбасынчы, балдар ташталбасынчы. Öyle bay kızın, jakşı tenim beri.
Рахмат. Рахмат. Негизи бул ыйман кечеси пайгамбарыбыздын туулган айына арналган Мавлид программасындагы коюлган Үй биле бекем эл бекем аттуу программадан алынган сценка болду. Негизинен бул сценка менен биз былтыр Акмарал болуп жалпы жамаат менен Кыргызстанды түрөө кыдырдык. Москвага чейин Крокус Сити деген чоң залга чейин барып коюп келдик. Ошол убакта бир жакшынакай кызыктуу окуя болду. Ошол окуяны айтпай кетсем болбостур. Түштүк жергесинен жана Москва жергесинен бизге келип коюп бергиле деп чакыруу түшкөн кезде Акмаралга Анкарадан Режеп Тайып Эрдоган, Турциянын президентинен чакыруу келди. Биздин фестивалга катышып кет деп. Ошондо эки чакыруу бирдей келген кезде Акмаралдын айткан сөзү мындай болду. Пайгамбарыбыздан бир чакыруу келди, президенттен бир чакыруу келди. Мен пайгамбарыбыздын чакыруусун кабыл алам деп бизге кеткенде биз абдан ыраазы болгонбуз. Андыктан биздин кызыбызга жүрөгүнө Кудай таалам ыйман берсин. Кудайым буйрса 30 ноябрь 1 декабрда да бул жерде аталар тууралуу жакшынакай Мавлид программасы уюшулганда танда дагы Акмаралдын сонун өнөрлөрүнө күбө болсуңар, сонун чыгармаларын өз кулагыңыздар менен угуп, кулактын кужурун кандырып кетсеңиздер да болот деп айта кетели. Азыр алдыңыздарга Эркинбек агабыздын карындашы, Акмарал карындашыбыздын эжекеси, педагогика илимдеринин доценти, кандидаты доцент Гүлдайра эжекебизди мында чакырайын. Куттуктоо комок биздин эжекебиз. Mangayımda
келечегиң кең болсун, жолуң ачык болсун. Анда эмесе Акмаралдын бүгүнкү кечине бир жагымдуу тартылап коелук, колдоп баштап сүрөп отурабыз. Sağınam gana senin moylanım Sanadım gana istep ağılım Gaysele gana günün ay öcürüm Жүрөктүн гана жүргөн жалыным ай жалыным Ақтаңдың араң алыс ертесің алдының ғаламында келсечи айығында ғанаң аман бар бекен Ақындың ғана сүйген еркесі ай еркесі Айдайын ғана тілін сайрадың ашкере ғана кештің айнадың айылында ғана аман бар бекен ақынның ғана сүйген жал-жалы ой жал-жалы айылында ғана аман бар бекен ақындың ғана сүйген жал-жалы